Иса Құдай емес, Құдайдың ұлы да емес. Киелі кітаптан алынған деректер. Иса Құдай емес. Құрметті мәсіхшілер Исаны Құдай және үштіктің, яғни Троицаның екінші тұлғасы деп санайды. Алайда Иса өзін Құдай ретінде санаған ба деген сұрақ туындайды. Інжілді мұқият зерттесек, жоқ, ол өзін солай санамағандығын көрсетеді. Бір жерде ол былай деп айтқан: «Мені неге ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкім де ізгі емес». Осы сөздерімен Иса өзінің Құдай еместігіне ишара қылады. Яғни, мұнда біз оның Құдайдың ізгілігі мен кемел сипаттарына талап ете алмайтын қарапайым адам екенін ашық мойындағанын байқаймыз. Айқышқа шегеленген ол: «О Құдайым, Құдайым, неліктен мені жалғыз қалдырдың?» деп зар илеген. Егер Исаның өзі Құдай болса, ол кімге Құдайым, Құдайым деп зарлаған? Сонда Құдай Құдайға зарлаған ба? Бұл ақылға қонбайды ғой. Иса Құдайдың елшісі әрі пайғамбары болған. Ол өзінің көмекші жолдастарына былай деген: «Кім сендерді қабылдаса, оның мені қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның мені жібергенді қабылдағаны». Сонда Исаны кім жіберген, егер оның өзі Құдай болса? Келесі дәйек сөздер де соны аңғартады. «Менің ілімім менікі емес, мені жібергендікі». Сондай-ақ, мәңгілік өмір деген сені, жалғыз шынайы Құдайды және өзін жіберген Иса Мәсіхті жақыннан тану. Тағы да: «Әке, сен менімен, ал мен сенімен бір болғандай, олар да бізбен бірге бір болсын. Мені сенің жібергендігіне әлем илансын». Мен өздігімнен ештеңе істей алмаймын. Әкемнен естігенім бойынша шешім шығарамын. Менің сотым әділ. Өйткені өз еркімді емес, мені жіберген әкемнің еркін орындаймын. Егер мен өзіме өзім куәгерлік етсем, онда менің куәлігім ақиқат емес. Бұл дәйек сөздер Иса өзін Құдай жіберген пайғамбар ретінде санағандығын көрсетеді. Оған тіл тигізіп, оны пайғамбар ретінде мойындағысы келмегендерге ол өз ел жұрты мен үй ішінен өзге жерлерде пайғамбар қадірсіз болмас деп жауап берген. Құдай бір, жалғыз. Исаның айтуынша Құдай бәрін біледі, ал оның өзінің білімі шектеулі. Ол айтады: «Сол күннің, сол сәттің қашан болатынын ешкім білмейді. Бұны көктегі періштелер де, ол да білмейді. Оны тек әке ғана біледі». Бірде бір дін мұғалімі Исадан: «Ең басты өсиет қандай?» деп сұрағанда, Иса оған: «Барлық өсиеттердің ең бастысы: тыңда, Исраил, жаратқан Е Құдайымыз жалғыз ғана Құдай» деп жауап берген. Исаның бұл жауабы Құдайдың исраильдіктерге Мұса пайғамбар арқылы берілген қатаң бұйрығын растайды. Осылайша ешбір ымырасыз Құдай енді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күш қуатыңмен сүй деп өсиет қылады. Неліктен оны Құдай немесе Құдайдың ұлы деп атаған? Иса өзін Құдайдың ұлымын деп атағаны оның Құдай болғандығына дәлел бола алмайды. Ол барлық адамдарды Құдайдың балалары деп анықтаған. Жер бетіндегі ешкімді өздеріне әке деп атамаңдар, өйткені сендердің көктегі әкелерің біреу ғана. Кейбір адамдардың айтуынша, Құдай сөзі Иса Мәсіхке қатысы қолданылғандықтан, ол бәрінен ерекшеленген тұлға болып саналады. Бірақ бұл олай емес. Өйткені Мысырдан шығу кезінде жаратқан иеміз Мұсаны перғауын үшін Құдай, ал оның ағасы Харонды оның пайғамбары деп атаған. Сонда жаратқан ие Мұсаға айтты: «Мен сені перғауынға Құдай етемін, ал ағаң Харон сенің пайғамбарың болады». Яһудилер осы мәселеде түсінбестік танытты. Сондықтан олар Исаны таспен ұрмақ болғанда, Иса Мәсіх оларға өзінің мәлімдемесін сөзбе-сөз тура мағынада емес, астарлы мағынада түсінуге шақырды. Сонда діндар яһудилер тас алып, оны ұрмақшы болды. Иса оларға:
Сендерге әкем тапсырған көп игі істерді көрсеттім. Солардың қайсысына бола мені таспен ұрмақсыңдар деді. Діндар яһудилер оған: сені игі ісің үшін емес, Құдайды қорлағаның үшін, және адам бола тұра өзіңді Құдай қылмақсың. Сол үшін сені таспен ұрмақпыз, деп жауап берді. Сонда Иса оларға былай деп жауап қатты: сендердің заңдарында сендер Құдайсыңдар дедім деп жазылған емес пе? Егер ол өзінің сөзі жеткен адамды Құдай деп атаса, және киелі жазбалардың күші жойылмаса, онда әкенің жарылқауымен дүниеге жіберілгенге Құдайды қорладың демексіңдер ме? Мен Құдайдың ұлымын дегенім үшін? Яғни бұл жерде Иса Мәсіх яһудилерге: сендердің жазбаларында сендер Құдайсыңдар делінген емес пе? Және солай жазылған сөздер діни заңды бұзбады да жоймады. Әрі солай айтылса да сендер Құдай болып кеткен жоқсыңдар. Ал мен бар болғаны сол мағынада Құдайдың ұлымын дедім. Бұл қалайша Құдайды қорлау болып саналады? Егер сендер Құдайсыңдар деген сөздер Құдайды қорлау болып саналмаса, деген мағынада түсіндіріп берді. Құдайдың ұлы деген сөз нені білдіреді? Құдайдың ұлы деген сөзді яһудилер Мәсіх келгенге дейін бұрыннан қолданған. Шынында да бұл ықылым заманнан қолданылып келген көне сөз. Тәураттың жаратылысын бастауы тарауында Құдайдың ұлдары адамдардың қыздарын өздерінде қалыңдық етіп алғандары туралы айтылады. Сонда Құдайдың ұлдары адамдардың қыздарының сұлу екенін көріп, таңдап алғандарын өздеріне әйелдікке алған. Исраил, яғни Жақып пайғамбар жайында Құдай былай деген: Исраил менің ұлым, тұңғышым. Құдайға үй тұрғызған Сүлеймен туралы жаратқан иеміз былай деген: мен оған әке боламын, ал ол менің ұлым болады. Ескі өсиетті мұқият қарастырсақ, Құдайдың ұлы деген сөз ешқашан Құдайды немесе Құдаймен бір тұтас басқа біреуді немесе Құдайдан физикалық түрде шыққан тұлғаны білдірген емес. Бұл сөз әділ, Құдайға қараған тақуа адамдарға, пайғамбарларға және патшаларға қатысты еркін қолданылып келген. Мысалы, Дәуіт патшаға Құдай былай дейді: сен менің ұлымсың, сені жаңа тудым. Енді сұрақ туындайды: Иса бұл сөздің мағынасына қандай да бір өзгеріс, жаңашылдық енгізді ме? Инжілде тіпті үстірт қарастырсақ та, жоқ, Иса бұған ешқандай жаңашылдық енгізбеді деген жауап қайырылады. Ол қарым-қатынастарды жарастырып, татуластырып жүретін адамдар жайында. Татуластырушылар бақытты, өйткені олар Құдайдың ұлдары деп атанады деген. Ол өзінің ізбасарларын ізгілік жолын ұстануға шақырған. Көктегі әкелеріңнің ұлдары болыңдар. Тағы да оқимыз: сонымен көктегі әкелерің қандай кемел болса, сендер де кемел болыңдар. Қайта тірілетіндер туралы: олар Құдайдың ұлдарындай делінеді. Олар қайта тірілгенде періштелерге тең және шын мәнінде Құдайдың ұлдары болады. Иса Құдайдың физикалық ұлы емес. Сонымен Иса Мәсіх ешқашан иудаизмнің терминологиясына немесе ескі өсиетке ешқандай өзгеріс енгізбегені анықталды. Ол Құдайдың ұлы деген сөзді әрқашан жақсы, ізгілікті, тақуа адамға қатысты қолданған. Осы мағынада Иса күмәнсіз Құдайдың ұлы. Ол тақуа, ізгілікті адам және шынайы пайғамбар болған. Алайда Құдайдың ұлы деген жақсы сөзге мүлдем жат түсініктің берілгенін көру қатты қынжылтады. Бұл сөзді Израильдің барлық пайғамбарлары астарлы мағынада қалай қолданса, Иса Мәсіх те солай қолданған. Енді бұл сөзге Құдай немесе үштіктің екінші тұлғасы деген мағынаны беруге тырысуда. Құдайдың ұлы физикалық мағынада болмайды. Ұлдың төрт түрі болады: асырап алынған ұл, физикалық, яғни табиғи ұл, өгей бала және астарлы мағынадағы рухани ұл. Иса өгей бала немесе асырап алынған бала бола алмайды, өйткені Құдайдың әйелі болмаған және ешкім оның мұрагері бола алмайды. Иса Құдайдың табиғи ұлы да бола алмайды, өйткені ол Құдайдың физикалық тұқымынан тумаған. Тіпті Құдайдың физикалық тұқымы бар деп ойлау барып тұрған Құдайды қорлау болып саналады. Өйткені жаратушы иеміз Құдайдың пәктігі бұндай физикалық қажеттіліктерге мұқтаж емес. Ізгі хабаршы Луқа Исаның Құдайдың ұлы болуын астарлы мағынада, яғни әділ адам мағынасында түсіндірген.
Осы оқиғаларды көріп тұрған жүзбасы Құдайды дәріптеп, бұл шынымен әділ адам болған дейді. Ал Марқаның Інжілінде бұл эпизодта былай делінеді: бұл адам шынымен Құдайдың ұлы болған. Яғни өздеріңіз байқағаныңыздай, ізгі хабаршылыққа осы эпизодтағы Құдайдың ұлы деген сөзді ешкімге қиянаты жоқ, әділ адам деген мағынада түсіндірген. Егер Иса Мәсіх еркектің қатысынсыз дүниеге келгендігі үшін физикалық мағынада Құдайдың ұлы деп саналса, онда жаңа өсиеттің еврейлерге хат тарауы мұндай тұжырымның дұрыс еместігін айшықтайды. Онда былай делінген: сол Мәлік Садық Сәлим қаласының патшасы және Құдай тағаланың діни қызметкері болатын. Ыбырайым бірнеше патшаны жеңіп, шайқастан қайтып келе жатқанда Мәлік Садық оған жолығып батасын берді. Сонда Ыбырайым қолындағы бар мал мүліктің оннан бір бөлігін оған Құдайы сый етіп қалдырып кетті. Мәлік Садық есімінің мәнісі әділдік патшасы болса, Сәлимнің патшасы амандық пен тыныштық патшасы дегенді білдіреді. Мәлік Садықтың әкесі жоқ, шешесі жоқ, шыққан тегі де жоқ, оның өмір сүрген уақытының басы да аяғы да жоқ. Ол Құдайдың ұлына ұқсатылып, мәңгілік діни қызметкер болғанды. Ата-бабасы ешкімі жоқ адамның үштікке қосылмағаны, ал жердегі анадан туған адам үштікке алынғаны таң қаларлық емес пе? Иса үштіктің екінші тұлғасы болған емес. Матайдың Інжілінде: сондықтан барыңдар, барлық халықтарды үйретіп, оларды әкенің, ұлдың және киелі рухтың атымен шоқындырыңдар деген бұйрықты Иса айтыптымыз делінетіндіктен, ол үштіктің иерархиясында екінші тұлға болып саналады екен. Бұны теріске шығарардан бұрын мынаған баса көңіл бөлген жөн: бұндай сөздер Матайдан басқа еш жерде жазылмаған. Матай өзінің асыра сілтеушілігімен танымал, және Пик мырзаның киелі кітапқа жасаған түсініктемесіне сәйкес, ол осы аятқа мынадай ескертулерін жазған: алғашқы күндердегі шіркеу мұндай әмбебап шақыруды жүзеге асырмаған. Тіпті бұл туралы ол білді деп есептейтін болсақ та, үштіктің атымен шоқындыру туралы бұйрық кейіннен қосылған идеологиялық қосымша. Жоханның бірінші хатында да осындай жасанды аят бар. Онда былай делінген: сонымен көкте үш куә, әке, ұл және киелі рух, осы үшеуі бір тұтас. Жерде де үш куә, рух, су және қан, осы үшеуінің айғағы бірдей. Дамелоудың киелі кітапқа жасаған түсініктемесі келесі үкімді шығарады: бұл сөздердің түп нұсқа мәтінінде қатысы жоқ екені анық. Алайда олар 4-ші ғасырдың басында грек қолжазбаларында табылған, және шіркеудің кейбір әкелері 5-ші ғасырдың ортасынан оларды өз уағыздарында қолдана бастаған. Әкелер бұл үзінділерді үштікті жария етуші түп нұсқаның бір бөлігі ретінде қабылдады. Бұл үзінділер алдымен киелі жазбалардың шеттеріне түсініктеме ретінде жазылған болар, бірақ кейінірек олар негізгі мәтінге жол тапқан. Пик мырзаның киелі кітапқа жасаған түсініктемесінің 920 бетінде осы аяттар жайында былай делінген: рұқсат етілген нұсқадағы көкте, жерде деген сөздер түп нұсқа мәтінінің бір бөлігі емес, сондықтан олар жарамсыз. Олар ерте замандарда жасанды түрде тіркеліп жазылған. Мәсіхтік дін оқытушыларының өздері киелі кітаптың осы жерлеріне бұрмаланулар енгізілгенін мойындайтындықтан, үштікке сенім және Исаның үштіктегі екінші тұлға ретіндегі рөлі ойдан шығарылған сенім екендігі анықталғанды. Осылайша Исаның Құдай еместігі және Құдайдың ұлы еместігі анық дәлелденеді.